Қалың елім, қазағым, қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа түсті мұртың. Жақсы менен жаманды айырмадың, бірі қан, бірі май боп енді екі ұрдың. Абай қазақты қорлады ма, қорғады ма? Бұл сауалдың жауабын іздеген бүгінгі буынның пікірі екіге жарылары анық. Қорлады деуге қимай, қорғады деушілердің ыңғайына жығылушылардың көп болуы да заңдылық. Профессор Алтай Тайжановтың пікірінше, қазақта Абайдан аса құрметтеген, қастерлеген қазақ жоқ. Енді осы пікірлерді Абай Құнанбайұлының екінші қара сөзінің желісімен дәйектесек. Абай жалпы қазақты кемсітпеген. Халқы үшін, өзінің ел үшін кейбір тұстарда күйінген. Бірақ өзінің еліне сүйініп айтқан жерлерде Абайда жеткілікті. Мен бала күнімде естуші едім. Біздің қазақ сартты көрсе күлуші еді. Енең дұрайын, кең қолтық, шүлдіреген тәжік. Арқадан үй төбесіне саламын деп, қамыс артқан, бұтадан қорыққан, көз көргенде әке-өке десіп, шығып кетсе қызым боқтасқан сарт-сұрт деген осы деп. Ноғайды көрсе, оны да боқтап күлуші еді. Түйеден қорыққан ноғай, атқа мінсе шаршап, жаяу жүрсе демін алады. Ноғай дегенше ноғай десеңші, түкке ыңғай келмейді. Солдат ноғай, қашқын ноғай, башалшық ноғай деп. Орысқа да күлуші еді. Ауылды көрсе шапқан, жаман сасырбас орыс деп. Орыс ойына келген қылады деген, не айтса соған нанады. Ұзын құлақты тауып бер депті деп. Сонда мен ойлаушы едім. Құдай-ай, бізден басқа халықтың бәрі антұрған, жаман келеді екен. Ең тәуір халық біз екенбіз деп. Әлгі аталмыш сөздерді бір үлкен қызық көріп, қуанып, күлуші едім. Енді қарап тұрсам, сарттың екпеген егіні жоқ. Шығармаған жемісі, саудагерлердің жүрмеген жері, қылмаған шеберлігі жоқ. Өзіменен өзі әуре болып, біріменен бірі ешбір шақарды жауласпайды. Орысқа қарамай тұрғанда, қазақтың өлісінің ақыреттігін, тірісінің киімін сол жеткізіп тұрды. Әке балаға қимайтұғын малыңды кірелеп, сол айдап кетіп тұрды ғой. Орысқа қараған соңда, орыстың өнерлерін бізден олар көп үйреніп кетті. Үлкен байлар да, үлкен молдалар да, ептілік, қырмызылық, сыпайылық бәрі соларда. Ноғайға қарасам, солдаттыққа да шыдайды, кедейлікке де, қазаға да, молда медресе сақтап, дін күтуге де шыдайды. Еңбек қылып мал табудың жөнін солар біледі. Салтанат, әсем де соларда. Оның малдыларына құлқын тамағымыз үшін біріміз жалшы, біріміз қош алушымыз. Біздің байымызды сәнің шақшы аяғың білән пышыратарға қойған иден түгіл шық сасық қазақ деп үйінен қуып шығарады. Оның бәрі бірін бірі қуып
қор болмай, шаруа қуып, өнер тауып, мал тауып, зор болғандықтың әсері. Орысқа айтар сөзді жоқ. Біз құлы, көңі қорлы жоқпыз. Бағанағы мақтан, бағанағы қуанған, күлген сөздеріміз қайда? Тайжановтың сөзімен айтсақ, педагогика мен әлеуметтік психологияда, жалпы әлеуметтану ғылымдарында тұлғаны әлеуметтендіру ұғымы бар. Бұл дегеніміз адамның өскен ортасы, жұтқан ауасы, тіршілік салтының тұлға болып қалыптасуына, мінезіне тигізер әсері. Бұл ретте мал бағып, көшкен қазақтың болмысын ит жеккен, аң жеккен ұлттардың мінезімен салыстыруға келмейтіндігі айтылады. Дархан даламыздың кеңдігі, шөбінің шүйгіндігі бабаларымызды асықпауға, еріншектікке, даналыққа итермелеген күш болғандығын жоққа шығару қиын. Сайып келгенде Абай атамыз жаңашылдыққа ұмтылып, ауылы аралас, қойы қоралас көрші ел салттарының тек жақсы жақтарын қабылдауға итермелегені рас. Абай, Данабай, Озық Абай айтады. Тек жұртқа көрінгеннің бәрін мансұқтай бермейік та. Ертең заман қалай болады? Адам қалай болады? Заманына қарай адамы. Абайдың бір өлеңінде бар. Адам заманға көйлемек, заман адамды билемек дейді. Міне осыған ойыстырады да Абай өзінің қатарларын, тұстастарын бай демей, жарлы демей, кедей демей, молда демей, бәрін бірыңғай керек жерінде сынайды, керек жерінде көтереді. Көтеретін жер бар. Мысалға Әбдірахман, оның өзінің баласы бола берсін. Әбдірахман бұл үлкен образ, жаңа адам, жаңа заманның оқыған адамы. Оның тегініне дейін айтып өтеді. Арғатасы тек дейді. Міне осылай түсінсек, бұл сөз дұрыстау болады. Абайдың өзі қара басында ешқандай мәселелер қиындық болған жоқ тұрмыста. Соншама күйінетіндей не болды? Ол біз қазір мынаған ойла, мына европалық өлшем бар. Адамгершілік дегенді. Мұсылмандық өлшем бар. Біздің адам туралы оған мінездеме бергендегі өлшемдеріміз көп жағдайларда әдет ғұрпымыз, салтымыз, нанымыз, қалпымызда үлкен әсер етеді. Мәселен, басқа халықта ондай мақал жоқ. Қазақта ерді, қоянды қамыс өлтіреді дейді. Ерді намыс өлтіреді дейді. Қазақ өте бір қанағатшыл халық. Абай соны адами әлеуметтік формулаға жеткізген. Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым, ойлап қой. 5 асыл зат білсеңіз дейді. Бүгінде Абай мысал қылған ұлттардан іргеміз бөлек шүкір, тереземіз тең. Бірақ қарым-қатынаста әлі күнге көршілеріміздің көңілімізге жақпаған жақсы жақтарының өзін, діни ұстанымдарын, ішіп жемін сынап отыратын қасиет әлі бар. Дегенмен, бүгінгі халықаралық қатынаста, жаһандану заманда әлем елдерінің қимас қазынасына айналған ұлтаралық тұрақты қатынас, бірлік мәселесін Абай адамзат деңгейіне көтеріп, адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп тек кетті емес пе? Жақсы менен жаманды айырардай мұра қалдырды көзі ашық адамға. Өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер, мал шашпақ. 5 дұшпанын білсеңіз. Ендеше дұшпанын білсеңіз дегеннің өзі үлкен этикалық нормамен айтып тұр ғой. Онан қашық жүреді. Ал біз қазір сонан қашықтап кете алдық па? Абай айтарын айтты, бәрін жазды, айтпағаны жоқ. Бірақ бәрін айтқанмен, бәрін жазып кеткенмен, біз қазір тек қана мақтаумен айналысып жүргеніміз өтірік пе? Тек қана мақтаумен айналысып жүргеніміз өтірік пе? Мақтағанды бала да үлкенде жақсы көреді. Мақтаған жаман емес. Себебі жақсы сөз жарымырыс қой. Бірақ жалған мақтан не керек? Сол Абай айтады. Сен бе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әурет еді ішіне қулық сақтап. Өзіңе сен, еңбегің ақылыңмен алып шығады екеуі екі жақтап дейді. Әрине, Абай сарт пен ноғайды айта отырып, орыстан көрген құқайтты да білмей кеткен жоқ. Сол тұстағы айбыны асқақ Ресей империясына байланысты орыс қайтар сөзде жоқ,
біз құлы күңі қадарлы жоқпыз деуі сондықтан. Өзге ұлыстарды сынап мінегендей болып, қазақты солардың жақсы жақтарын жұғысты қылуға итермелеуде даналардың қолынан ғана келетін іс. Адам баласы заманына қарай жүру керек. Сол қазақтың өзі оны білмейді емес. Қазақта мақал бар ғой. Қаның соқыр болса, бір көзіңді қысып өт, ақсақ болса, бір аяғыңды сылтып өт. Бұл қазіргідей жағымпаз бол деген сөз емес. Өміріңнің ыңғайына қарай жүр. Ыңғайын түсін. Өміріңмен, ыңғайыңмен, әлеуметіңмен үндес дейді. Міне, Абай елін осы үндестікке шақырады. Елін ғылымы, өнері, оқуы, білімі, дамыған елге тартылуға шақырады. Еуразия масштабындағы ұлы тұлға Абай арқылы өмірімізді өлшейміз, тарихымызды таразылаймыз. Бүгінгі күннің тұрғысынан қарағанда Абай қазақ халқының ғана ақын емес, әлде қайда кең ауқымда қабылданады. Ол көркем ойдың әлемдік тұрғыдағы құдіреті. Қазақ халқының ұлт әдебиетін, ұлт тілін өркендетуде Абайға тең ешкім келмейді. Абайға шегенде, Абайдың тұсында да ұлт мәдениетін Абайдай көтерген ақын жоқ. Абай жасап кеткен биік тым зор биік. Қазақтың Абайдан кейінгі ақындары идея жағынан болмаса, өлеңнің шеберлігі ол биіктен әлі асалған жоқ. Қазақ жазба әдебиетінің негізін қалаушы, тұңғыш ағартушы, демократ, классик ақын Абай. Жазғытыры қалмайды қыстың сызы, масаттай құлпырар жердің жүзі. Жан жануар, адамдар анталаса, ата-анадай ел жүрер күннің көзі. Жаздың көркі енеді жылқысымен, жайрандасып жас күлер құрбысымен. Көрден жана тұрғандай кемпір мен шал, жалбандасар өзінің тұрғысымен. Абайдың әнжірімен талай байқаудың шаңын шығарған Ольга Ганина қолы қалт еткенде кітапханадан табылады.
Қазақ тілінің құдіреті арқасында жолы болғыш Ольганың елбасын ұлықтау рәсіміне қатысып келгендігі кеше. Барша ақтөбеліктерді аузына қаратып жүрген кейіпкеріміз бос уақытында кітап оқудан жалықпайды. Қара сөздерді мектептен бастап оқыдым, сосын сайыстарда қатысып, қатысқан сайын оқи аласың соларды оқисың, қайталайсың. Мен мысалға, Абай жолы, Мұхтар Әуезовтың Абай жолы деген романды оқыдым. Ол маған қатты ұнады, мен орысша оқыдым. Енді бұлай мен қазақ тілінде енді шамалы үйретіп, мен қазақша оқығым келіп жүр. Себебі мен былтыр Абай жолын қараған кезде мен сол көп сөздерді түсінбеймін. Себебі қазақ тілі ол өте бай тіл, шынымды айтайын. Және де маған оны әлі оқуға қиындау. Алдымен ауылдық, кейін Әйтеке би аудандық Абай оқуларының жеңімпазы атанып, облыстық сынақ сахнасына шыққанда Ольга 16 жаста болатын. Бүгінде қолына бірінші кезекте Абайдың шығармасы, сонан соң пайдалы оқулық ілікті. Үйде біз қазақша сөйлемейміз. Себебі мама да, папам да, інім да бәрі орысша сөйлейді. Олар қазақша түк білмейді. Мамам шамалы түсінеді, бұлай. Інісі түсінеді. Мен мысалға колледжде ғана қазақша сөйлеймін. Колледжде құрбылармен, достармен. Сол себебі менде барлық отбасына, мысалға қазір мамам мен завклуб болғасын, клуб меңгерушісі. Оған да қазақша түсіну, сөйлеу керек. Ол да менен көмек сұрап тұр арасында, телефонмен звондап, мынаны қалай, хабарлама қалай болады деп, мынаны қалай жазам деп. Өзі де өзінің үйреткім келіп жүр. Сол мен мысалға мына жақтан қарап жатырмын. Бізде ондай жоқ, көрген жоқпын біздің ауылда ондай кітапты. Міне үй ішімізбен қазақша үйренеміз деп, соны қазір шамалы қараймын. Бірақ соны білмеймін, көшірмесі жасап үйге жіберетін шығармын мамаларға. Былтыр жаз мезгіліндегі табысты еңбегі мен қоғам өміріндегі белсенділігі үшін елбасының қолынан автокөлік кілтін алып, қолын қысу құрметіне ие болған Ольганың болашақ мамандығы темір жолшы. Бүгінде Ақтөбенің тасымалдау бөлімшесіне асығып келеді. Соңғы курс болғандықтан тәжірибеден өтіп жатыр. Дегенмен қызмет баспалдағына қоғамдық жұмыстары арқылы көтерілмек ниетте. Ел басқаруға араласу басты мұраты. Қызметтің шымылдығында қазақ тілінің қағажу халін көрген Ольга, қазақтың қазақпен қазақша сөйлейтін күн уақыт еншісіндегі мәселе екендігіне сенімді. Елбасының Қазақстанның болашағы қазақ тілінде деген қанат сөзге айналған осынау жорамалын көкейіне түйген Ольга Ганина аз уақытта Ақтөбедегі танымал студенттердің алдыңғы қатарына шықты. Қарапайым отбасында тәрбиеленген көңілді бойжеткенді баршаға мәшһүр еткен мемлекеттік тілдің құдіреті, яғни қазақ тілін құрметтеушілерді бағалайтын үкімет саясатының шуағы. Қазақ тілді ол қай сала болсын, қай неде жұмыс істейтін болсам, қазақ тілінде ол әрине білу керек. Себебі қазақ тілі ол бүкіл салада керек болатын нәрсе. Себебі ол біздің мемлекетіміздің тілі. Мен мысалға орыс болсам да, оны міндетті білу керек. Себебі мен Ресейге баратын болсам, мен қазақша сөйлемеймін ғой. Мен әрине орысша сөйлеймін. Сол себебі мен Қазақстанда тұратын болсам, мен сол тілді, біздің Қазақстан Республикасының тілді білу міндетті. Тәжірибеден соң қолына қағаз қаламын алатын Ольга алдағы мемлекеттік емтихандарға мұқият дайындық үстінде. Мемлекеттік тілді меңгеру арқылы қатарынан оқ бойы алға шыққан студент түрлі акциялар мен шоуларға қатысудан, ұйымдастырудан босаған емес. Себебі мұнда ондай жұмыс көп емес, акцияларға қатысып. Ольга қолы боста қалада тұратын ағаш әжесінің қолғанаты, қар кетісімен ауласын тазалап, ағаштарын түптейтінде өзі. Бұған қала тірлігінде жиі қатысатын сенбіліктерден жиған тәжірибесі мен ауыл қызынатан еңбекқорлығы себеп. Немересінің қолынан шай ішіп отырған әжесінің ойы балаларының бақытына тоймай, абыройлы болуын тілеу ғана. Ал өз жолын тапқан Ольга сияқтылардың мейірбан қазақ халқының ықыласына бөлене берері анық. Мен мысалға өзім енді қаннан шығар, мен ондай электромеханикада мен шамалы білем. Мен інім да сол
болып оқып жатыр, екінші курс биыл. Бірақ мен әйелге ол сәл білмеймін, жараспайтын сияқты деп ойлаймын. Бірақ өзіне менің әкем қазір қасында болса, мен одан оқитын едім, шынымды айтсам. Бірақ мен енді қыз болғасын басқа мамандықты таңдадым. Мына мамандықта ол өте жауапты және маған өте ұнайды.